Украина үкіметі Алмания парламенті тарафындан Авропа бірлігінің газ бұйрығыны қабул этмесіні алғышлады. Бұл вақытта Твиттерде баш назир Алексей Гончарук язды. Ноябрьнің 13-інде қабул етілген түзетмелер Украинаны четел Русияден Алманияға кеткен шимали ақым эки газ хаттысына айт. Әндеден газ хаттысына Русия Газпром шirketіне бағылы олмаған. Ишхане оператор идареті жек бұнын еле шимали ақым эки газ хаттысы құдретінің ярысыны оператор альтернатив газ теслематчылары үшін айыртмақ керек. Украина бірлешкен дәвлетлер Полония ве Балтық дәвлетлері Русия газ хаттысы Авропа энергетика тәлекесізлігі үшін хафлы олғанына білдіре. Алмания есе Украин транзиты шимали ақым эки ишлеп башланған сон да сақланып қалажағына білдіре.